Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Егер видео ұнайтын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, және комментарий бөліміне өзіңізді мазалаған денсаулыққа қатысты кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Жатыр миомасы дегеніміз жатырдың қатерсіз ісігі болып табылады. Қорықпаңыз, ісік дегенде көбіміз қатерлі ісік, яғни рак деп ойлап қалуымыз мүмкін. Жатыр миомасы ол жатырдың қатерсіз ісігі болып табылады. Және де ол көлеміне, орналасқан жеріне байланысты түрлі типтерге бөлінуі мүмкін. Біріншісі ол субсерозды, яғни іш қуысына қарай бағытталып өскен жатыр миомасын айтамыз. Келесі субмукозды, яғни жатырдың қуысына бағытталып өскен жатыр миомасы. Келесі ол жатырдың бұлшықетті қабатына бағытталып өсуі мүмкін. Және де орналасқан орнына байланысты емдеу тактикасы және де анықтау жолдары әртүрлі болады. Енді миома кезінде әйел кісілерде қандай белгілер болуы мүмкін? Көп жағдайда миомасы бар қыз-келіншектер байқай бермейді. Себебі ешқандай клиникалық белгілері болмайды. Көбінесе қыз-келіншектер дәрігерге тексерілуге келгенде кейбір апаларымыз тіпті 5 жылдан кейін гинекологтың алдына келіп жатқан кезде белгісіз жерден анықталып қалуы мүмкін. Және де олар осы диагнозға сене бермейді. Себебі мені еш нәрсе мазаламайды, бұндай диагноз қайдан шығуы мүмкін деген кері сұрақ қою мүмкін дәрігерлеріне. Себебі көп гинекологиялық аурулар ешқандай белгісіз, үн-түнсіз өзімен өзі дамып, өзінен өзі пайда болуы мүмкін. Сондықтан егер дәрігер сізге осындай диагноз қойса, таңғалмаңыз. Себебі миома ешқандай белгісіз жүруі мүмкін. Енді осы диагнозды қалай анықтаймыз? Ең бірінші ол дәрігерге келген кезде осы диагноздың алтын стандарты ол ультрадыбыстық зерттеу, яғни УЗИ-дің көмегімен жүзеге асырылады. УЗИ кезінде біз жатырдың құрылымында қандай да бір түзілістердің бар жоғын анықтаймыз, және де қайда орналасқан, қалай орналасқан, қандай мөлшерде екенін анықтай аламыз. Жатыр миомасы біреу, немесе бірнешеу, немесе өте көп мөлшерде болуы мүмкін. Және де мөлшеріне, көлеміне байланысты өте кішкентай миллиметрден бастап үлкен гигант тәрізді де болуы мүмкін. Енді жатыр миомасында тағы да бір белгі, ол етеккір циклына тәуелсіз, яғни кез келген уақытта болатын қанды белгілерімен жүреді. Яғни көп қыз-келіншектер қан кетуге немесе қанды бөліністерге шағымдануы мүмкін. Және де орналасқан аймағына байланысты егер жатырдың қуысына қарай бағытталып өсетін болса, онда жүкті болмауға, жүкті болуда қиыншылықтарға алып келетін болса, ал керісінше жатыр қуысынан іш қуысына қарай бағытталып өсетін болса, онда көршілес орналасқан ішектерде, үлкен дәрет болған кезде, немесе қуық аймағында, іштен төменгі аймақта ауру сезімі болуы мүмкін. Сондықтан тек қана осындай белгілермен ажырата аламыз. Енді көп қыз-келіншектерде осы миомамен жүкті бола аламын ба, жүктілікке кері әсер етпей ме деген сұрақтар туындап жатады. Миомамен негізі жүкті болуға болады, яғни жүктілікке ешқандай кері әсері жоқ. Бірақ кей жағдайда жоғарыда айтып өткендей жатырдың қуысына бағытталып өссе және жатырдың ішкі құрылымын өзгертетін болса, әрине жүкті болуға және жүкті болсаңыз баланың дамуына кедергі жасауы мүмкін. Және де көп жағдайда осы жатыр миомасы кезінде қыз-келіншектер оны қалай емдейміз деген сұрақтар қойып жатады. Емі негізінен екі бағытта жүзеге асырылады. Біріншісі медикаментозды, екіншісі операциялық. Операция тек қана көлеміне, әйел кісінің жағдайына байланысты жүзеге асырылады. Және де операцияның өзінің түрлері бар. Көбінесе лапароскопиялық немесе лапаротомиялық, яғни қалай жасалатынына байланысты да өзгереді. Бірақ бірден операцияға жүгінбеңіз, себебі кез келген дертті ең алдымен
толығымен біз медикаментозды, яғни дәрілердің көмегімен емдеуге тырысамыз. Келесі әдіс емдеуде қолданылатын ол артерияларды байлау, яғни эмболизация деп аталады. Осы әдіс кезінде жатырды, яғни жатырдағы миоманы қандандыратын артерияларды байлау көмегімен жүзеге асырылады. Бұндай әдіс барлығына көрсетілмеген, себебі артерияны байлаған кезде ол жатырдың, жалпы аналық бездердің қызметін нашарлатады және де аналық бездегі жасушалардың, ұрық жасушалардың қорын, сапасын азайтады, болашақта жүкті болуға кедергі жасауы мүмкін. Ал медикаментозды еміне келетін болсақ, ол әйел кісінің жасына және де миоманың көлеміне байланысты. Кей жағдайда жатырдың барлық қабырғасы алып кететін миомалар бар. Өкінішке орай ондай кезде дәрілер көмектеспейді. Сондықтан міндетті түрде әрбір 6 ай сайын миома болатын болса, дәрігердің консультациясын өтіп, міндетті түрде ультрадыбыстық зерттеумен тексеріліп отыруы қажет. Себебі біз әрдайым миоманың көлемін, қанша мөлшерде өскенін, немесе кішірейгенін анықтап отыруымыз қажет. Егер видео ақпаратты болса, міндетті түрде каналға жазылып, еңбегімді бағалап, лайк басуды және де комментарийға өз сұрақтарыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.